Сәлем достар, сіздермен біз бүгін жаңа жыл туралы қызықты деректер, шығу тарих жайында айтатын боламыз. Ең алдымен бастамай жатып, құттықтауды жөн көрдім. Яғни жаңа жылдарыңыз құтты болсын, жаңа жылда жаңа бақыт, зор денсаулық, мол табыс тілеймін. Ал кеттік. Жаңа жыл әр елде ұлттық салт дәстүрге сай тойланады. Десек те, алуан түрлі ойыншықтармен безендірілген әсем шырша, түн ортасында сағаттар соғып, жаңа жыл келген білдіру, шампан, жаңа жылдық дастархан, сыйлықтар, ғажайыптар мен жақсылыққа сену бәрімізге ортақ. Жаңа жыл қашан пайда болды? Ғалымдардың айтуынша, жаңа жылды тойлау шамамен біздің дәуірімізге дейін 3000 жылы алғаш рет Месопотамияда басталған. Көне замандағы адамдар Мадрук құдайы зұлымдық пен өлімді жеңді деп санаған. Сол себепті Месопотамия халқы жақсылықтың жамандықты жойғанына қуанып, бірнеше ай бойы тойлайды. Әртүрлі карнавалдар, маскарадтар мен шерулер өткізеді. Мейрам кезінде жұмыс істеуге, жазалауға және де сот шешімін шығаруға тыйым салынған. Уақыт өте келе бұл дәстүрді мысырлықтар мен гректер жалғастырып, содан соң римдіктер мен өзге халықтарға қарай тарай бастайды. Жаңа жылдың салт дәстүрлері, яғни жаңа жылдың ең басты дәстүрі үй ішіне шырша қойып ойыншықтармен безендіру. Алғашқы безендірілген шыршалар қазіргі Франция аумағындағы Эльзаста 1605 жылы пайда болған деп санайды тарихшылар. Кейін біртіндеп бүкіл Еуропа шырша безендіре бастайды. Әлбетте, әуелі дәулетті адамдар мен саудагерлер үйіне ғана пайда болған, алайда 19 ғасырдың барлық жерінде шырша қою дәстүрге айналады. Шыршаға ілуге арналған ойыншықтар шар тәріздес шыны ойыншық 16 ғасырда жасалады. Шеберлер шыныдан әртүрлі пішінді ойыншықтар жасайтын болған. Мысалы, қоңырау, жүрек, аң-құс, шар, бүршік, жаңғақ тәріздес. Содан кейін оларды көздің жауын алатындай қанық түстермен бояған. Келер жылы үлде мен бүлдеге оранып жүреміз деген сеніммен адамдар мейрам қарсаңында жаңа киімдерін киюге тырысады. Жаңа жылда қарыз бермеген жөн, ал өзіңіздің біреуге қарыз болсаңыз тездетіп қайтару қажет. Ескі құсқыдан арылу дәстүрі Италияда пайда болған. Адамдар осылайша жан дүниемізді тазартамыз деп сенді. Келе жатқан жыл жақсылыққа толы болу үшін мол дастархан жаюға да ғұрыпқа айналған. Жаңа жылдың ең маңызды дәстүрі тілек тілеу көне ғасырлардан келе жатса да әлі ұмытылған жоқ. Өйткені жаңа жыл қарсаңында қандай тілек тілесең де әрқашан орындалады деп сенген. Әлі де сеніп келеміз. Жаңа жылдың басты кейіпкерлері. Жаңа жылдың басты кейіпкері Аяз ата. Жұрт ойлағандай кәрі емес. Шамамен 150 жыл бұрын жаңа жыл символына айналыпты. Бастапқыда Аяз ата жалғыз жаңа жылдықта кейіпкер еді. 1873 жылы Александр Островский Қаршақыз пьесасын жазады. Сөйтіп, аппақ қардай сұлу қыз әуелі Аяз атаның туған қызы, кейінірек немересі болады. Неге бұлай өзгергенін түсіндіру өте қиын. Тағы бір жаңа жылдықтың кейіпкері Аққала 19 ғасырда пайда болады. Сол замандағы Аққала қазіргіден айнымайды. Қардан жасалған 3 шарды бірінің үстіне бірін қойып, басына шелек кигізеді. Мұрнының орнына сәбіз тығып, қолына сыбыртқы ұстатқызады. Жаңа жылдарыңыз тағы да құтты болсын. Бүгінге айтарымыз осы. Амандықта жүздескенше сау болыңыздар.